Сәлем достар, Ханчайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өз рецептімен бөлісемін. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, әрі бойында дәрумені көп сұлы жармасынан печенье жасап көрсетемін. Печенье жасау үшін қажетті заттар: 15 грамм кокос ұнтағы, 80 грамм сұлы жармасы, 30 грамм сары май, 1 банан, жарты алма, 40 грамм кептірілген өрік, 40 грамм қара өрік, миндаль және де қант ұнтағын қолданамын. Алдымен 1 бананды ыдысқа саламыз, құрғақ ыдысқа. Одан кейін осылайша етіп еземіз. Банан әбден езілу қажет. Араластырып болдым, енді оның үстіне сұлы жармасын саламыз. Салып араластыруымыз қажет. Әбден араластырып болдым. Енді оның үстіне сары майымызды саламыз. Араластырып болдық. Енді оның үстіне кокос ұнтағын қосамыз. Одан кейін алманы 4 бұрышты етіп турап аламыз. Содан кейін үстіне саламыз. Сосын араластырамыз. Енді осының үстіне 1 қасық қант ұнтағын саламыз. Араластырып болдым. Енді оның үстіне қара өрігімізді, кептірілген өріктерімізді 4 бұрышты етіп тураймыз да осының үстіне саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Араластырып болдым. Яғни иісі өте керемет болып шығып тұр. Енді осыны 2 минутқа қоя тұрамыз да формамызды дайындаймыз. Формамызды дайындап алдық. Алдын ала газ пешін қосып қоюымыз қажет. Ендігі кезекте печеньені жасауға кірісеміз. Ол үшін біріншіден қолымызды сумен жуып алуымыз керек. Содан кейін печеньені алып, осылайша етіп дөңгелектеп салуымыз қажет. Печеньемізді осылай етіп жасап аламыз да газ пешіне 180 градус ыстықты 20 минутқа пісіреміз. 20 минут уақыт өтті, ыстық пештен алып шықтым. Енді оны арнайы сушилкаға қойып, осылайша етіп печеньемізді кептіріп аламыз. Достар, біздің сұлы жармамыз дайын болды. Өте дәмді және денсаулыққа пайдасы көп. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер.
Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.